Тест талдауымыз қазақ тілінен бастаймыз. Келесі 40 минутты әдебиетпен жалғастыратын боламыз. Айтқандағыдай, бүгін бізде тақырыптық тест талдауы. Ережемен таныстыра өтейін. Жалпы адамдарды күтпейміз. Бірден бастап кететін боламыз. Өйткені уақыт жағынан бізде тығыз, бірақ талдайтын тестіміз өте көп. Алдымен спецификация деген нәрсе бар бізде. ұбт тестілеу орталығы бекітетін. Ол жердегі тақырыптар былай. Бұл енді бас жағы. Бізде фонетика бөлімі бойынша орфография мен орфоэпия келеді, және үндестік, дыбыс үндестігі келеді. Бұл соңғы спецификаға іліккен тақырыптар фонетиканың. Бірақ біз достықта дыбыс, әліпби, әріп және буын, тасымал, екпін деген секілді тақырыптарды өтеміз. Яғни олар ұбт-да келмейтін болса, не үшін өтеміз деген секілді сұрақ болуы мүмкін сіздерде. Мына екі тақырыпты толық түсіну үшін алдыңғы тақырыптарды, яғни дыбыс, әріп, буын, тасымал деген тақырыптарды меңгеру керек болады. Сол үшін өтеміз. Ендеше талдауымызды бастайық. Сіздер жауабын жалпы кері байланысты комментарияға жазып отырыңыздар. Мен оқып отыратын боламын. Жақсы ма? Айсара, сәлеметсіз бе? Кеттік ендеше. Бірінші сұрағымыз. Кейінді ықпалды табыңыз дейді. Бұл дыбыс үндестігіне байланысты сұрақ. Дыбыс үндестігінде 3 ықпал бар. Кейінді, ілгерінді және тоғыспалы ықпал. Соның ішінде кейінді ықпалы өзінен кейінгі тұрған дыбыстың алдыңғысына әсер етуі. Дұрыс жауабы, дұрыс айтасыз. Енді асықпай талдайық. Шашпаулым бізде Б, П-ға айналады. Яғни оның алдында тұрған қатаң дыбыс Ш бар. Ол да артынан кейін келетін Б дыбысын П етіп қатаңға айналдырып алады. Сөйтіп ол ілгерінді ықпал болады. Одан кейін келген шырағым сөзінде түбірі негізі шырақ еді. Одан кейін келетін жалғау алдындағы Қ дыбысын Г-ға айналдырып жіберді. Яғни артқы дыбыс алдыңғыға әсер етіп, бізде кейінді ықпал болып тұр. Және кейін келетін шынарым мен еркем сөздерінде ықпал кездеспейді. Келесі сұрақ. Үндестік заңына бағынбайтын жалғауы бар сөйлемді табыңыз дейді. Бұл жерде бізде сұрап тұрғаны буын үндестігі. Буын үндестігі. Енді нұсқаларды қарап шығайық. Дүниеде тілден қымбат мұра жоқ. Дүниеде тілден қымбат мұра жоқ. Бізде бұл жерде бағынбай тұрған сөз кездеспейді. Одан кейін келетін киім тігуге тапсырыс беретін жер. Бұл жерде де буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз жоқ. Белла анасымен бірге тілдерді меңгерді. Бізде мына жерде анасымен деген сөз бар. Ол жерде жуан мен жіңішке дыбыстар араласып келген. Енді мына жерде мына нәрсені ескеру керек. Бізде буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар деген бар. Олар кірме, жұрнақтар, сосын меншік мәнді білдіретін қосымша. Одан кейін жалғыз ғана жалғауымыз ол көмектес септігінің жалғауы. Оларды қалай ажыратамыз? Жалпы бүткіл жалғаудың өзінің жіңішке я жуан нұсқасы бар. Мысалы, бас септігінде ға, ге, яғни жуан да жіңішке де нұсқасы бар. Ал көмектес септігінде тек қана жіңішке нұсқа бар. Мен, бен, пен. Сол үшін олар жуан сөзге жалғанған кезде буын үндестігіне бағынбай қалады. Дұрыс жауап сонымен С болды. Д вариантында шекпен түйе жүнінен тоқылған сырт киім. Бұл жерде бағынбай тұрған сөз кездеспейді. Келесі сұрақ. Біріккен сөз аралығындағы кейінді ықпал. Бұл жерде біріккен сөз аралығын кейде сөз ішіндегі деп келеді. Сөз ішіндегі кейінді ықпалды табыңыз деп. Көрейік. Орынбай. Бұл жерде М-ға айналды.
Оны айналдырған артында тұрған б дыбысы, яғни кейінді ықпал. Бұл бізде дұрыс жауап болады. Одан кейін келетін қосшан сөзінде с мен ж екеуі де ш-ға айналып тоғыспалы ықпал болады. Айнамкөз деген кезде к дыбысы бізде г-ға айналады. Яғни үнді, одан кейінгі келетін дыбысты бұл ұянға немесе үндіге айналдырады. Бұл сөйтіп ілгерінді ықпал болады. Өмірзақ сөзінде негізі бұл өмірі ұзақ деген екі сөздің бірігуінен жасалып тұр. Яғни қарап отырсаңыз і мен о дыбыстары түсіп қалады. Сол үшін бұл екі жақты ықпал болып, тоғыспалы ықпал болады. Енді мынаның бір логикасын түсіндіріп өтейін. Артикуляцияда жалпы н дыбысы айтқан кезде екі тіс бірігеді, тіл оған тиіп айтылады, н болып. Одан кейін келетін б дыбысы айтылған кезде еріндер жабысады, ал тіл артқа қарай кетеді. Енді н мен б қатар айтылған кезде кедергі, яғни ыңғайсыз болғаны үшін н мен б-ны қатар айтқан кезде өздеріңіз айтып көріңіздер. Б да оның алдында келген н дыбысын емес, м болып айтылған қалайды. Сол кезде айтылу жеңіл болады қатар айтқан кезде. Өйткені м да б-ға ұқсас айтылады. Яғни екі ерін бір-біріне тиіп айтылады. М және б. Түсінікті ғой? Келесі, бірыңғай қысаң дауысты дыбысты сөз тіркесі. Бұл жерде кілт сөз бізде бірыңғай, яғни барлығы да қысаң дауыстыдан тұруы керек. Қысаңның қасында жүретін ол ашықтар, қысаңның өзі о, ү, және деген дыбыстар бар. Қалғандары ашық дауысты дыбыстар болып келеді. Енді көрейік. Жазық маңдай дейді. Мына жерде а бар. Сол үшін бұл дұрыс болмайды. Мақал мәтел бірыңғай ашық болып тұр. Мәдениет сарайы. Бұл жерде де ашық дауыстылар кездеседі. Жүйрік, жылқы барлығы да қысаң дауыстылардан құралған. Келесі, дұрыс тасымалданған сөзі табыңыз дейді. Жалпы тасымал, мына сұрақ 2 жыл бұрынғы пропиентада келген сұрақ болып табылады. Өткен жылы кездеспеді мұндай сұрақтар. Бірақ өткен тақырып болған үшін қайталап өтейік. Жазу. Бұл дұрыс тасымалданған жауап. қа-з-ұ ұлттық университет дегеннің қысқартылған түрі, жалпы қысқарған сөздер тасымалданбайды. Сол үшін қате болады. Сабыр да буынға дұрыс бөлінген, нәтижесінде дұрыста тасымалданбаған. 10 килограмм айтқандағыдай қысқарған сөздер тасымалданбайды дедік. Келесі, ілгерінді ықпалды сөзді табыңыз дейді. Ілгерінді ықпал керісінше алдыңғы тұрған дыбыстың артқыға әсер етуі. Ілгері деген сөздің өзі алдыңғы деген мағына білдіреді. Сөзсіз, бұл жерде з дыбысы с-ға, яғни қатаңға айналып кетті. Өйткені артындағы бізде тұрған қатаң еді. Сол үшін бұл кейінді ықпал болады. Кейінді ықпал болады. Көккүл деген бізде сөз аралығындағы ықпал дейміз. Яғни мына жерде көк, одан кейін келетін г дыбысын к-ға айналдырды. Қатаң, артында келген дыбыстың қатаң болған қалады. Сол үшін бізде ілгерінді ықпал болды. Сөз аралығында кейінді ілгерінді ықпал. С вариантында көзсіз, бұл да А вариантындағыдай з дыбысы с-ға айналады, кейінді ықпалға мысал болады. Келесі, тоқ екен сөз аралығындағы кейінді ықпалдың мысалы. Өйткені қ дыбысы бізде ғ-ға ауысып кетеді. Келесі сұраққа өтейік ендеше. Түбір мен қосымша арасындағы кейінді ықпал қатысқан өлең жолдары.
Алайсара, бұл сұраққа жауап беріп көріңіз. Түбірі мен қосымша арасындағы кейінді ықпалдар. Мынаған біз назар аударамыз, иә? Көңілге желік кіргізген, адамнан адам озған ба, ақыл айтса көнбеген, өлең сөзбен әрлеген, тастан тасқа секірген шөре-шөре лағым. Көрейгенде, көңілге желік кіргізген. Бұл жерде ешқандай түбір мен қосымша арасындағы ықпал байқалмайды, иә? Адамнан адам озған ба. Бұл жерде озған ба, ана жерде м-ға айналып кетеді. Кейінді ықпал бар, бірақ ол сөз аралығындағы. Яғни түбір мен қосымшаға мысал бола алмайды. Келесі, ақыл айтса көнбеген. Бұл жерде сіздердің тапқандарыңыз ол н әрпінің, н дыбысының м-ға айналып кетуі. Көнбеген бұл кейінді ықпалдың мысалы. Өлең сөзбен әрлеген. Бұл жерде де ықпал кездеспейді. Тастан тасқа секірген. Бұл жерде де жоқ. Шөре-шөре лағым. Қ дыбысы ғ-ға айналып кейінді ықпал болды. Жарайсыздар? Келесі. Бірыңғай ашық дауыстылар қатысқан қатар. Бірыңғай ашық дауыстылар қатысқан қатар. Бағанағы бір сұрақта біз керісіншесін таптық, иә? Қысаңын таптық. Енді ашығын табу керек болады. Айсара дұрыс. Өнер паз болады. Бұл жерде бізде құлыншақ сөзінде екі дыбыс бар. Ғашкер, сағыныш, бұл жерде а дыбыстары бар. Мына жерде талпыныс сөзінде а дыбыстары, яғни қысаңдарымыз кездеседі. Жақсы, келесі. Кейінді ықпал табу керек бұл жерде. Кейінді ықпал. Сөзсіз. З дыбысы с-ға айналып кетті. Келесі сұрақ. Түбір мен қосымшаның арасындағы кейінді ықпалы бар сөйлем. Түбір мен қосымшаның арасындағы кейінді ықпалы бар сөйлем. Жаңағы бір сұраққа ұқсайды. В жауабын белгілепті. Жоқ. Әсел. Ойланып көріңіз. Назар аударуымыз керек ол. Түбір мен қосымшаның арасындағы болғаны және оның кейінді ықпал болуы керек. Қыста демалысқа шықтым. Демалысқа шықты. Бұл жерде кездеспейді. Досжан үздік оқушы. Бұл жерде с мен ж ш-ға айналып кетеді екеуі, сол үшін тоғыспалы ықпал болады. Қолынан күрегі түспеді. Дұрыс, бұл жерде күрегі болады. Өйткені түбірінде күрек. Жалғанған кезде мынау әсер етіп г-ға ауыстырып жібереді. Тас жолмен ұзақ жүрді. Бұл жерде де тоғыспалы ықпалдың мысалы бар. Тас жолмен екеуі ш-ға айналып кетеді, тоғыспалы ықпал болады. Келесі сұраққа көшейік. Кісі аттарындағы ілгерінді ықпал. Болатбек. Ілгерінді ықпал, айтқандағыдай алдыңғының кейінгіге әсер етуі. Сәрсенбек. Бұл жерде ықпал бар бізде. М-ға айналып кетеді. Ол кейінді ықпалдың мысалы. Жанболат дегенде де дәл солай. Н-ға айналып кетеді. Кейінді ықпал болады. Жанбай дегенде де м-ға айналып кетеді. Кейінді ықпал болады. Болатбек дегенде де б-ға айналып кетеді. Өйткені т бізде қатаң еді. Одан кейінгі келетін дауыссыз дыбыс та қатаң болған қалайды. Т-дан кейін п келеді.
Сөйтіп бұл ілгерінді ықпал болады. Енді сұрақ сіздерге. Осы жердегі мысалдардың барлығы ілгерінді және кейінді ықпалдың ішіндегі қайсысына жатады? Өзі үш түрі бар еді ғой. Жаза кетейік. Аралығы емес, Айсара, ойланыңыз. Мынау бізде сөз аралығы. Тас жол болатын болса, бұл жердегі с мен ж-ның екеуі де ш-ға айналып тоғыспалы ықпал болуы сөз аралығындағы ықпал болады. Ал мынау бізде сөз ішіндегі, дұрыс айтасыз. Ал күрегі деген мынау бізде түбірмен қосымша арасындағы ықпал. Жақсы, келесі. Құрамында кейінді ықпалы бар сөйлемді табыңыз. Б варианты дейді. Қазір көрейік ендеше. Асқар анасының үмітін ақтап келеді. Бұл жерде ықпал кездеспейді. Мұғалім еңбегі зор қажыр қайратты керек етеді. Сіздердің көздеріңіз түскені ол еңбек болу керек. К-ның Г-ге ауысып кетуі. Келесі, балалар жарысқа өте белсене қатысты. Бұл жерде жоқ. Сабақ кеш аяқталатын ескерткен болатын. Бұл жерде де кездеспейді. Яғни дұрыс жауап бізде Б болады. Жақсы, келесі. Құрамында тоғыспалы ықпал бар сөйлем. Сөз аралығындағы, дұрыс айтасыз. Кеттік еді шығарайық. Баланың 5-6 жасқа толғанша тәуелді аты болмайды. Тәуелді аты болмайды. Бұл жерде тоғыспалы ықпал жоқ, иә? Асқа келген дос-жаран қонақ күтетін үйге орналастырылды. Бұл жерде дос-жаран екеуінің де ш-ға айналуы. Айсара айтқандай, сөз аралығындағы тоғыспалы ықпал болады. Атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалатындай. Бұл жерде жоқ. Батаны көбінесе көпті көрген, ақсақалдар дуалы билер берген. Бұл жерде көпті көрген дегенде К-ге айналып бізде ілгерінді ықпалдың мысалы болады. Көпті көрген. Келесі, түбір мен қосымша аралығындағы кейінді ықпал. Д, ма дейді. Көрейік. Түбір мен қосымша болу керек, және кейінді ықпал болу керек. Тұшбалақ аңғары ақ күміске малынды. Құлақ күйі келген домбыраны, құлақ күйі келген қара домбыраны алды. Бұл жерде кейінді ықпал жоқ, иә? Бәйгеден бір сабақта жіп алмаймын. Екі иығына, дұрыс айтасыз, Әсел. Екі иығына екі кісі мінгендей адам екен. Бұл жердегі бізде түбіріміз иық еді ғой. Оған деген жалғау жалғанды, иә? Тәуелдік жалғауы. Сөйтіп, кейінді ықпал болды. Қаны бізде ғыға айналдырып жіберді. Дұрыс айтасыздар. Енді түбір мен қосымшаның арасындағы кейінді тоғыспалы ілгерінді ықпалға байланысты бізде сұрақ бар ма, қыздар? Оқушылар? Бәрі түсінікті болды ма?